Балықтың етінен фарш дайындаудамыз. Қазір мынаның бәрін бір рет өткізіп, кейін тағы да екінші қайтара мясорубкадан өткізіп аламыз. Сонда ешқандай сүйегі қалмайды, бәрі тартылып езіліп кетеді. Бұл жерде көкжан балығы. Фаршты екінші қайтара өткізіп жатырмыз. Мінекей достар, балықтан жасалған фарш ет тартқыштан 3 рет өткізілді. Бірде-бір сүйегі қалған жоқ, барлығысы езіліп, керемет тамаша фарш қайналып кетті. Осы қалпында мұздатқышқа салып, қатырып тастаймын. Мына жерде кішкене бөлігін алып қалдық. Қазір бұдан котлет